Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 20-шы сабақ. Бүгінгі тақырып әжетайым. Бүгінгі сабақта өлеңнің ұйқасқа құрылатынына мән бересің. Ұйқастарды пайдаланып өлең құрастырасың. Бірінші тапсырма: көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып сөз жұмбақты шеш дейді балалар. Бірінші: әкемнің анасы маған әже болады. Анамның ақ жаулығы. Әжем ертегі айтады. Екінші тапсырма: өлеңді мәнерлеп түсініп оқы. Әже: тентек болсам ашынып, жақсы іс қылсам асырып, маған сақтап жүреді тәттіні де жасырып. Тосып тәтті дәмдерін, ол бар жерде бал жедім. Мен ұйықтарда айтады ертегісін әндерін. Біздің үйде осындай әжетайым бар менің. Фариза Оңғарсынова. Келесі үшінші тапсырма: ұйқасып тұрған өлең жолдарын белгіле және шаршы дөңгелек белгілерін қой. Тентек болсам ашынып, жақсы іс қылсам асырып, маған сақтап жүреді тәттіні де жасырып. Бұл жерде балалар ұйқасып тұрған өлең жолдары ашынып, асырып және жасырып екен. Біз ол сөз қатарға шаршы белгісін қоямыз. Төртінші тапсырма: ақын қолданған сөздердің мағынасын сәйкестендір дейді. Бұл жерде балалар ренжіп, ашынып сөзімен сәйкес болады екен. Асырып деген сөз мақтап деген сөзбен сәйкес келеді екен. Соңғы бесінші тапсырма: өлең жолдарын өз бетіңше жалғастыр. Ұйқасқа берілген кестені пайдалан. Әже: мен ұйықтарда айтады ертегісін әндерін, маған айтып жатады өлеңдерін, күйлерін. Бұл жерде балалар айтады, жатады ұйқас екен. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.